Салем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ешқандай шоколад қоспай-ақ шоколадты глазур дайындайтын боламыз. Ал кеттік, бірге дайындайық. Ыдысымызға какао мен қантымызды салып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сосын сүтімізді аз-аздан құйып, бөліп араластырамыз. Барлығын құймау себебіміз какаомыз түйіршікті болып қалмау үшін. Сүтімізді араластырып біткеннен кейін отқа бір қойып аламыз. Отқа бір қойған кезде бір қайнатып алуымыз керек. Глазурды отта бір қайнатып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, барлығын біркелкі болғанша оны да араластырып аламыз. Яғни сары майымыз толықтай еріп кетуі керек. Сары майымызды араластырып біткеннен кейін глазурымыз дайын. Сәл суығаннан кейін кез келген пирогқа немесе торттарыңызға қолдана берсеңіздер болады. Сіздерге осы глазур рецепті ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.